Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 110-шы сабағымызды бастаймыз. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Қазақстанның математиктері. Сен жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. 2005 жылы Алматы қаласында математика және физика пәндерінен оқушыларға арналған бірінші халықаралық Жәутіков олимпиадасы өткізілді. Бірінші есеп: бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Сонда сен халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің қанша елінен оқушылар жиналғанын білетін боласың. Қараңыздар, бізде мысалы бөлгіш беріледі. Біздер бөліндінің мәнін және қалдық табуымыз керек. Мысалы 38 7-ге бөлгенде 5-ке тең болады. 3 қалдық шығады. Себебі тексеріп көрейік. 7 5 35, оған 3 қосқанда 38 шығады. Келесі 50 бөлінген 8, бұл бізде 6-ға тең болады және 2 қалдық шығады. Себебі тексеріп көрейік. 8 6 48, оған 2 қосқанда 50 шығады. Келесі 13 бөлінген 7 тең болады 1-ге, 6 қалдық қалады. 7 бірім 7, оған 6 қосқанда 13 шығады. 10 бөлінген 6 тең болады 1, 4 қалдық болады. Бұл жерде 6 бірім 6, оған 4 қосқанда 10 шығады. 3 қалдық, 2 қалдық, 6 қалдық, 4 қалдық қалады. Осының бәрін қосатын болсақ, бізде 15 шығады. Халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің 15 елінен оқушылар жиналады. Екінші есеп: қалдықпен бөлудің қалай орындалғанына қара. Мысалы, 247 бөлінген 2. Біздер 2-ні 2-ге бөлеміз. 1 шығады, 1 2 2. Келесі 4 жазып қоямыз, 4-ті 2-ге бөлеміз. 2 2 2 4. Одан кейін 7-ні жазамыз. 7-ні 2-ге бөлгенде 3-тен береміз. 3 2 6. 7-тен 6 қалғанда 1 шығады. Сонда бізде 247-ні 2-ге бөлгенде 23 шығады және 1 қалдық қалады. Тексереміз. 23-ті 2-ге көбейтеміз. 3 2 6 болады. 2 2 4 болады, 1 2 2, 246. Енді оған біздер бір қалдықты қосамыз, сонда бізде 247 шығады. Үшінші есеп: қалдықпен бөлуді орында, есептеуді тексер. 364 бөлінген 3. 3-ті 3-ке бөлеміз 1, 1 3 3. 6-ны 3-ке бөлеміз 2, 2 3 6. 4-ті 3-ке бөлеміз 1, 1 3 3, аз айтқанда 1 қалдық. Жауабы бізде 21, 1 қалдық қалды. Тексереміз. 21-ді 3-ке өтеміз, 1 3 3, 2 3 6, 1 3 3, 363 шығады. Оған бізде 1 қосамыз. 363-ке 1 қосқанда 364 шығады. 846 бөлінген 4. 8 4-ке бөлеміз 2, 2 4 8. 4-ті жазып қоямыз. 4-ті 4-ке бөлгенде 1, 1 4 4. 6-ны жазамыз. 6-ны 4-ке бөлгенде 1, 1 4 4. 6-тан 4 алғанда 2 қалдық шығады. Олай болса жауабы 211, 2 қалдық шығады. Енді 211-ді 4-ке өтеміз. 1 4 4, 1 4 4, 2 4 8. 844 шығады. Оған 2 қосқанда 846 шығады. 483 бөлінген 2. 4-ті 2-ке бөлгенде 2, 2 2 4. 8-ді 2-ке бөлеміз 4, 4 2 8. 3-ті 2-ке бөлгенде 1-ден береміз, 1 2 2, аз айтқанда 1 қалдық шығады. 241-ді 2-ке өтеміз. 1 2 2, 4 2 8, 2 2 4. 482 шығады. Енді 482-ге 1 қалдықты қосамыз, ол бізде 483 шығады. 779 бөлінген 7. 7-ні 7-ге бөлеміз 1 болады, 1 7 7. 7-ні 7-ге бөлеміз 1, 1 7 7. 9 7-ге бөлеміз 1-ден береміз, 1 7 7. 9 7 алғанда 2 қалдық шығады. 111 шығады және 2 қалдық қалады. Енді 111 7-ге өтеміз, тексереміз. 1 7 7, 1 7 7, 1 7 7. 777. Оған 2 қалдықты қосқанда 779 шығады. 89 бөлінген 4. 8-ді 4-ке бөлеміз 2 болады, 2 4 8. 9 жазып қоямыз. 9 4-ке бөлгенде 2, 2 4 8. 9-дан 8 алғанда 1 қалдық шығады. Олай болса, бізде 22 болады жауабы, 1 қалдық қалады. Тексереміз. 22-ні 4-ке өтеміз. 2 4 8, 2 4 8. 88 шығады. Оған 1 қалдықты қосқанда 89 шығады. 78 бөлінген 7. 7-ні 7-ге бөлгенде 1 болады, 1 7 7. 8 7-ге бөлгенде 1, 1 7 7. 8-ден 7 алғанда 1 қалдық шығады. Одан кейін тексереміз. 11-ді 7-ге өтеміз. 1 7 7, 1 7 7, 77 шығады. Оған 1 қалдықты қосамыз, ол бізде 78-ге тең болады. 968 бөлінген 3. 9-ды 3-ке бөлеміз 3, 3 3 9. 6-ны 3-ке бөлеміз 2, 2 3 6. 8-ді 3-ке бөлеміз 2, 2 3 6. 8-ден 6 алғанда 2 қалдық шығады. Олай болса жауабы 322, 2 қалдық қалады. Тексереміз. 322-ні 3-ке өтеміз. 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9. 966 шығады. Оған 2 қалдықты қосамыз, ол бізде 968. 685 бөлінген 2. 6-ны 2-ке бөлеміз 3, 2 3 6. 8-ді 2-ке бөлеміз 4, 4 2 8. 5-ті 2-ке бөлгенде 2-ден береміз, 2 2 4.
5-тен 4 алғанда 1 қалдық шығады. Жауабы 342, 1 қалдық қалады. Тексереміз. 342-ні 2-ге көбейтеміз. 2 2 4, 4 2 8, 3 2 6, 684. Оған 1-ді қосқанда 685 шығады. Төртінші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы. 360 теңгеге 1/4 ашық хат сатып алынды. 810 теңгеге осындай қанша ашық хат сатып алуға болады? 360 теңгеге 4 ашық хат сатып аламыз. 810 теңгеге қанша ашық хат сатып алуға болады? Олай болса, бір ашық хаттың бағасын табайық. Ол үшін 360-ды 4-ке бөлеміз. 90 теңге шығады. Олай болса, бір ашық хат 90 теңге тұрады. Олай болса, 810 теңгені 90 теңгеден бөлетін болсақ, бізде 9 ашық хат шығады. Жауабы 810 теңгеге осындай 9 ашық хат сатып алуға болады. А нұсқасы. 1/6 болмада 180 ашық хат бар. Осындай 8 болмада қанша ашық хат бар? Қараңыздар, 6 болмада 180 ашық хат, 8 болмада қанша ашық хат? Олай болса, 1 болмада қанша ашық хат бар екен табайық? 180-ді 6-ға бөлеміз, 30 шығады. Одан кейін 30-ды 8-ге өтеміз, ол бізде 240. Олай болса, жауабы осындай 8 болмада 240 ашық хат бар. Бесінші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы. Дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш және одан 3 есе артық жай қарындаш сатылды. Барлығы қанша қорап қарындаш сатылды? Түрлі түсті 12 қарындаш, жай қанша? Ол жай қарындаш түрлі түстіге қарағанда 3 есе артық. Барлығы қанша қарындаш екен табу керек? Олай болса, 3 есе артық дегенсін көбейтеміз, 12-ні 3-ке көбейтеміз, ол бізде 36 болады. 12-ге 36 қосқанда 48 шығады. Жауабы барлығы 48 қорап қарындаш сатылды. А нұсқасы. А нұсқасы. Дүкенде 12 қорап түрлі түсті қарындаш сатылды. Бұл жай қарындашқа қарағанда 3 есе артық. Барлығы қанша қорап қарындаш сатылды? Түрлі түсті 12, жай қанша екені белгісіз. Және түрлі түсті бұл 3 есе артық дейді, жайға қарағанда. 12-ні 3-ке бөлеміз, ол бізде 4 болады. Яғни 4 жай қарындаш бар екен. Барлығын табу үшін 12-ге 4 қосамыз, ол бізде 16 шығады. Жауабы барлығы 16 қорап қарындаш сатылды. Алтыншы есеп, есептерді шығар. А нұсқасы. Залды безендіру үшін 334 жалауша сатып алынды. Оларды 3-тен біріктіріп байлады. Қанша байлам жасалды? Қанша жалауша артық қалды? Сатып алынды 334 жалауша, байлады 3-тен. Жасалды қанша байлам? Қалды қанша жалауша? 334-ті 3-ке бөлеміз. Бізде 111 шығады. Және 1 қалдық қалады. Жауабы бізде 111 байлам жасалды, 1 жалауша артық қалды. А нұсқасы. Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. Залды безендіру үшін 235 жалауша сатып алынды. Оларды 4-тен біріктіріп байлады. Қанша байлам жасалды? Қанша жалауша артық қалды? Сатып алынды 235 жалауша, байлады 4-тен. Жасалды қанша байлам? Қалды қанша жалауша? 235-ті 4-ке бөлеміз, ол бізде 58-ге тең болады, және 3 қалдық қалады. Жауабы 58 байлам жасалды, 3 жалауша артық қалды. Жетінші есеп. Тік төртбұрышсыз. Оны 2 тікбұрышты үшбұрышқа бөл. Үшбұрыштардың ауданын есепте. Бізде ұзындығы 12 см, ені 6 см. Аудан табу керек. Аудан табу үшін біздер тікбұрышты үшбұрыштың аудан табу үшін біздер оның ұзындығы енін көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Олай болса, 12-ні 6-ға көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. 12-ні 6-ға өткенде 72 шығады. 72-ні 2-ге бөлгенде 36 шығады. 36 см квадрат. Жауабы тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 36 см квадрат. А нұсқасы. Бізде ұзындығы 4 см, ені 2 см. Аудан табуымыз керек. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы енін көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. 4 2 8, 8 2 бөлгенде 4 шығады. Жауабы тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 4 см квадрат. Бұл нұсқасы. Мінекей, ұзындығы 9 см, ені 4 см. Аудан табу үшін ұзындығы енін көбейтеміз, 2-ге бөлеміз. 9 4 36, оны 2-ге бөлгенде 18 см квадрат шығады. Жауабы тікбұрышты үшбұрыштың ауданы 18 см квадрат. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.